Сақтардың тәуелсіздік жолындағы күресі. Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабағымызда біз сақ тайпаларын жаулап алу мақсатындағы басқыншы әрекеттерде Кир және бірінші Дарий тәрізді парсы патшаларының сақтарды жеңе алмау себептері, Томирис патшайым мен сақ жауынгері Шырақтың ерлігі, сондай-ақ сақтарға Александр Македонский жасаған жорықтың ақыры немен аяқталғаны туралы қызықты мәліметтерге назар аударайық. Парс патшасы Кирдің басқыншылық жорығы. Каспий теңізінің күншығыс жағына қарай ұлан-ғайыр жазықтың көп бөлігін сақтардың массагет тайпалары мекендеген. Біздің заманымызға дейінгі 530 жылы сақ жеріне Кир патша біздің заманымызға дейінгі 558-530 жылдар бастаған парсы әскерлері басып кіреді. Бұл кезде массагеттердің билеушісі қайтыс болған патшаның жесірі Томирис Тұмар ханым патшайым болатын. Кир Томириске үйленбекші болып, құда түсу ниетімен өзінің елшісін жібереді. Бірақ Томирис Кирдің өзіне үйленуді емес, бүкіл массагеттер патшалығын иемденуді көздеген ішкі ойын сезіп, қарсылық білдірген. Томирис әйел болса да, жаудың шапқыншылығынан қорыққан жоқ деп жазады Рим тарихшысы Помпей Трок. Айламен мақсатына жете алмаған Кир массагеттерге ашық соғысқа шығады. Әскерін арғы бетке өткізу үшін Кир патша Аракс өзеніне, қазіргі Амударияның ескі аты, қайықта орнатылған мұнаралы көпір салуға бұйрық береді. Өз жерінде соғысуға қолайлы деп есептеп, Томирис парсылардың судан өтуіне әдейі мүмкіндік береді. Кир әскері өзеннен өтіп массагеттерге шабуыл жасап, біраз әскерін қиратып, алдап баумен тұтқындарды қолға түсіреді. Оның ішінде Томиристің ұлы Спаргапис те бар еді. Томирис өзінің әскерімен ұлының жағдайын естіп, Кирден ұлын босатуды, әскерлерін сақ жерінен өз еркімен алып кетуді талап етіп хабаршы береді. Кир патша хабаршының бұл сөздеріне құлақ аспай, Томиристің ұлы Спаргаписті өлтіреді. Томирис Кирдің өз кеңесін тыңдамағанын білген соң, барлық әскерлерімен парсыларға қарсы шабуылға аттанады. Екі жақ ұзақ соғысады, бірақ ешқайсысы берілмейді. Кирдің өзі өлтіріледі де, әскерінің көпшілігі соғыс алаңында қаза табады. Томирис қаза тапқандардың ішінен Кирдің денесін табуға бұйрық береді. Денесі табылған соң Томирис оның басын кесіп, мен сені шайқаста жеңсең де, бірақ сен мені тірідей өлтірдің. Өйткені зұлымдықпен баламды қыршыннан қидың. Мен сол үшін сені қанға тойғызуға ант бердім. Енді сол қанды іш деп, оның басын қан толтырылған торсыққа салғызады. Бұл оқиға біздің заманымызға дейінгі 530 жылы тамыз айының басында Каспий арал маңындағы Узбой жағалауында болған еді. Ал Кирдің денесі Иран еліндегі Пасаргат қаласына жеткізіліп, табытқа салынып, сол жерге жерленген. Кир толығымен 28 жыл патша болды. Парс патшасы бірінші Дарийдің шапқыншылығы. Кир қайтыс болғаннан кейін 11 жыл өткен соң, біздің заманымызға дейін 519 жылы парсылар сақ жеріне қайтадан шабуыл жасайды. Бұл жорықты Парс патшасы бірінші Дарий біздің заманымызға дейінгі 522-486 жылдар басқарады. Алғашында оның Тиграхауда, Каспий, Хаумаварға сақтарын жаулау жорықтары біршама табысты жүргізілді. Бұл жөнінде әйгілі Бехистун жазбаларында баяндалады. Біздің заманымызға дейінгі 519 жылы шошақ бөрікті сақтарға қарсы жорғы жасаған парсыларға қарсылық көрсеткен сақтардың Скунха атты көсемі болған. Алайда Скунха сөтте сақ тайпалары парс мемлекетінің құрамына кіріп, оларға тұрақты түрде салық төлеп тұруға мәжбүр болады. Біздің заманымызға дейінгі 518 жылы бірінші Дарий салық төлеуге наразылық білдірген сақтарға қарсы тағы да жорық жасайды. Мен әскеріммен сақ жеріне жорыққа аттандым деген бірінші Дарийдің сөздері Иран жерінде жартасқа қашалған Бехистун жазбаларында айтылады. Бұл жорық оларды көп шығынға ұшыратады. Грек тарихшысы Полиеннің мәліметтері бойынша жорық кезінде Шырақ есімді сақ жауынгері өзін-өзі жаралап, сақтардан зорлық көрген адам ретінде көрініп, парсылардың сеніміне кіреді.
сөйтіп оларға жол көрсететін болып, парсы әскерін сусыз шөл далаға апарып адастырады. Бұл жерде парсы әскерлерінің көпшілігі шөлге шыдамай қырылады. Бірінші Дарий көптеген әскерінен айырылып, одан әрі соғыса алмай парсы еліне қайтуға мәжбүр болады. Өз жерін жат жерлік басқыншылардан қорғау мақсатында сақ жауынгері Шырақ өзін құрбан етіп, осындай ерлік жасаған. Александр Македонскийдің сақ еліне жорығы. Сақтардың ерлікке толы тарихының бір парағы ежелгі грек философы Аристотельдің шәкірті, әйгілі қолбасшы Александр Македонскийдің есімімен байланысты. Шығыс халықтары оны қос мүйізді Ескендір Зұлқарнайын деп атаған. Ол басқарған грек әскерлерінің сақ еліне жорығы біздің заманымызға дейінгі 4 ғасырда басталды.